Міне бүгін біздің өтетін сабағымыз математика сабағы. Математика сабақтың тақырыбы жеті көлемінде қосу және азайту. Жеті көлемдегі қосу және азайтуды бүгін үйренеміз. Қосып алуды үйренеміз. Енді біз бүгін күн қалай? Жақсы ма? Енді сабақты бастайық. Біз енді мына жеті санның ішіндегі тәтті сандарды санайықшы. Санайықшы мына. Тәтті конфеттер бар екен да? Санашы. 1, 2, 7 конфет. Ал мынау? Жоқ сана. 7 екен, не? Ал мынау конфет қанша екен? Ой, жарайсың. Мына конфеттің ішіндегі конфеттің ішінде санап. Енді біз мына сандарды санап шығайықшы. 7 сандарды санап шығайық. Санаш. 1, 2 деп. Ой, жарайсың. Енді кері қарай санайықшы осы сандарды. Енді осы санның ішінде 7 саны қаны көрсете аласың ба? Осы сандардың ішінде 7 саны қаны көрсетші маған. Жарайсың, 7 саны көрсетті. Енді біз есепті шығарайықшы мұны. Жарайды ма? 3-ке 3-ті қосса қанша болады мұны? Есептеп шығаршы, есеп шөпке. 3-ке 3-ті қосқанда неше болды? Санашы мұны. Жоқ, 1, 6 болды, енді мына жерге 6 санын жазамыз. Ой, жарайсың. Енді 2-ге 4-ті қосайықшы. Мына 2-ге 2 осыған 4 санын қосайық. Санашы, қанша шықты? 6 қанша болды? 6 болды. 6 болды. Енді 1-ге 3-ті қосайықшы. 1-ге 3 санын қосайықшы. Неше болды? 4 болды. Жарайсың. Енді мұнаны шығарайықшы. 5-тен 4 алайықшы. 5-тен 4 алшы. 5-тен 1, 2, 3, 4, 5. 5-тен 4 санын алып тастаса неше қалады екен? Жазады. Жарайсың. Енді 6-дан 5-ті аламыз, 6-дан 5-ті алса қанша қалады? Жазады. Енді 4-ке 4 санынан қаншаны аламыз? 2-ні аламыз. Қанша қалды? 2 қалды. 2 қалды. Енді 7-ден 3-ті алайықшы мұны. Санайықшы. 1, 2, 3. Айтсайсың де. 4, 5, 6, 7 алғанда 4 қалады. 4 жаз.